Сәлем, сіздермен жол болғыш және бүгінгі видеоның тақырыбы өмірін өзгерткісі келетін әр адам оқу керек 3 кітап. Ендеше бастаймыз. Бірінші бізде миға байланысты кітап «Подсознание может все» Джон Кэха. Яғни сіздің санаңыздың қалай жұмыс істейтінін, жалпы миыңызды қалай максималды қолдануға болады және өміріңізге максималды пайдасы тиетіндей ол осы тегін берілген агрегатты өміріңізде қалай қолдану керек деген сұраққа жауап іздеп жүрсеңіз, осы кітапты оқуға кеңес беремін. Өйткені бұл шынымен де өмірін өзгерткісі келетін әр адам осы кітаптан бастау керек деп ойлаймын. Өйткені ол кітап ең бастысы бүкіл нәрсе біздің миымызда, сондықтан сол миды қалай өзіміздің қолымызға аламыз және ол мидың ішіндегі болып жатқан бүкіл ойларды қалай өзіміздің бір сүзгімізден өткізіп, өзімізге керекті ойларды ойлап, керекті мақсаттарға жетіп, керек емес нәрселерді қалай шегеріп тастауға болады деген сұраққа жауапты таба аласыздар. Екінші бізде «Мой сосед миллионер». Бұл кітап бізге ақшаға байланысты. Өмірін өзгерткісі келетін әр адам ол біріншіден менің ойымша денсаулыққа, яғни менталды тұрғыдан санасына байланысты, және екінші ол әрине біздің материалды байлық. Менталды және материалды байлық деп бөлетін болсақ, материалды байлықта біздің өмірімізде үлкен орны бар. Бұл кітапта біз қалай ақшаны табу керек, кімдер ақшаны жеңіл табады, қандай мамандықтар немесе қандай бизнес иелері, яғни қандай кәсіп иелері, және де сол тапқан ақшаны қалай үнемді, дұрыс жұмсау керек, қалай сақтау керек, қалай мысалы өзіңізден кейін қалдырған ұрпақты солай ақшаны тауып, ақшаны үнемдеп, ақшаны көбейтуді қалай үйретіп кетуге болады деген сұраққа да бұл кітаптан жауапты таба аласыздар. Және ең соңғы бізде үшінші кітап, ол орыстардың бір мақал бар ғой, «Век живи, век учись» деген. Әлде керісінше ма, «Век учись, век живи», нақты есімде жоқ шыны керек. Бірақ әйтеуір бір ғасыр, яғни өмір сүрсем, бір ғасыр бойы сен білім алу керексің. Тура мағынада емес әрине, бірақ әрқашан адам бір ізденіс үстінде болу керек дейді. Сондықтан мен үшінші кітабым ол «Как научиться учиться». Яғни қалай кез келген нәрсені үйрену деген сияқты тура мағынада. Ол дегеніміз әр нәрсенің осы Харуки Муракамидің «О чем я говорю, когда говорю о беге» кітабында айтылғандай, әр кішкентай нәрсе болсын, әр іш пыстырарлықтай нәрсе болсын, оның бір өзінің философиясы бар, және егер ол философияны түсініп, ол философияға сай келетіндей сол іс-әрекет істейтін болсаңыз, онда сіз бір жетістікке жетесіз, бір қалай айтса болады, сол істің мықты маманы болып шығасыз. Яғни тіпті жай ғана сабақ алудың өзін үйрену керек, ал оны бізге үйретпейді. Біз жай ғана сабақ кез келген өмірден сабақ ал дейді, мектепте, универде, кез келген жерде сабақ алу керек, бірақ ол сабақты қалай дұрыс алу керектігі туралы бізге айтпайды. Сондықтан бұл кітап керемет кітаптардың бірі, «Как научиться учиться». Осы кітапты оқығаннан кейін өміріме жазылған бүкіл идея, бүкіл берген тапсырмаларын орындауға тырыстым және біршама есе өзімнің бір академиялық деңгейімді көтердім және білім алуға деген басқаша көзқарасым қалыптасты. Өйткені ол шынымен де қиын емес. Кейбір адамдардың қалай айтса құштарлығы, бір икемі болады деген сияқты бір білім алуға кейбір адамдар өздерінің онда икемі жоқ деп ойлайды. Бірақ бұл кітаптың арқасында бүкіл адамның икемі бар, жай ғана сіз сол икемді таба алмай жүрсіз немесе қалай қолдану керектігін білмейсіз. Сондықтан міндетті түрде осы кітапты оқып көріңіздер. Және әрине қорытындылай келе айтарым, тек 3 кітапты оқығанның арқасында сіздің өміріңіз күрт етіп өзгеріп кетпейді. Өйткені 3 кітап сіздің өміріңізді өзгертуі мүмкін емес. Бұл 3 кітап ең бірінші сізге бір фундамент дейді ғой. Сіздің бастауға жеңіл болсын, бастағанда қызықты болсын деген кітаптарды өзім таңдадым және шынымен пайдалы, нақты бір өмірде келтірілген дәлелдермен жазылған кітаптар. Сондықтан бұл кітапты оқып, ішінен нақты өзіңізге бір сабақ болсын алып,
бір сол кітаптағы идеяны өзіңіздің өміріңізге бір сіңдіріп қондыратын болсаңыз, нақты және соны ұстанатын болсаңыз, онда міндетті түрде бұл кітаптар өзінің пайдасын сіздің өміріңізге тигізеді. Көңіл бөлгендеріңіз үшін рахмет. Тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар, және комментарийға сіздің өміріңізді өзгерткен немесе сіздің есіңізде қалған кітаптарды жазып кетсеңіздер болады. Мен әрқашан оқуға ризамын. Сау болыңыздар.